Армысыздар, эфирде Зейнет KZ бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақберген Жұмабаев. Еңбегі сіңген демалысқа шыққаннан кейін әр адамға зейнетақы төлемдерінің келіп түсуі елімізде кеңінен таралған. Елдің бәріне таныш жағдай. Алайда бұл оқиға аяқ астынан өз бетінше орын алмайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алу үшін әрбір зейнеткер қорға келіп, тиісті құжаттарын тапсыруы тиіс. Айтпақшы, еңбек етуді доғару бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алып отырудың жалғыз жолы емес. Бұған толығырақ тоқталайық. Қазақстанда 58 жасқа толған әйелдер мен 63 жасқа келген ер азаматтардан басқа тұрақты түрде өмір сүру мақсатында өзге елге қоныс аударған шетелдік және азаматтығы жоқ тұлғалар да міндетті және міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы төлемдерін алуға құқылы. Оның бір ғана шарты бар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары болуы тиіс. Бұл қағида азаматтығын ауыстырған қазақстандықтарға да қатысты. Номері 1042 қағиданың 8 тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен, зейнетақы жинақтары бар шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар өздері өтініш жасаған кезге қорға біріншіден өтініш, екінші шетелдік паспорттың көшірмесін және салыстырып тексеру үшін оның түпнұсқасын, алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. Сонымен қатар, егер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар болса, онда бірінші және екінші топтағы мүгедектігі мерзімсіз тағайындалған тұлғалар да зейнетақы төлемдерін алуға құқылы азаматтардың қатарына жатқызылады. Бір ерекшелігі, мүгедектік растауға қатысты сұранымдарды қор қызметкерлері өздері іске асырады. Яғни, салымшының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ұсынатын құжаттары аса көп емес. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 31 бабына сәйкес, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе және қорда зейнетақы жинақтар бар болса, онда міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қордан зейнетақы төлемдерін алу құқығы бар. Егер салымшы зейнетақы жинақтарын алатын күнге жетпей өмірден озатын болса, онда оны мұрагерлер алады. Оның сыртында жерлеу рәсімінің шығындарына 52,4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір реттік жәрдемақы төленеді. Биылғы жылы жерлеу рәсіміне жұмсалатын бір реттік төлемақының көлемі 111.140 теңге. Сонымен қатар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жарналарының мөлшері жеткілікті болса, салымшылар зейнетақы төлемдерін зейнеткерлік жасына жетпей де ала алатынын естеріңізге саламыз. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 32 бабына сәйкес, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар тұлғалар олар: бірінші, сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу арқылы өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары жиынтығында кемінде күнтізбелік 60 ай төленген республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған кезде 50 жасқа толған тұлғалар. Міндетті және міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы төлемдерін рәсімдеу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры кеңсесіне келіп, заңнама бойынша анықталған қажетті құжаттарды тапсырып, төлем алудың ұсынылған әдістерінің бірін таңдау қажет. Құжаттарды қабылдаған немесе келіп түскен күннен бастап 10 жұмыс күннің ішінде, егер құжаттардың барлығы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келсе, зейнетақы төлемдерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сіздің өтінішіңізге көрсетілген банктегі шотыңызға аударады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бір реттік жерлеу рәсімдерінің төлемдерін құжаттарды қабылдағаннан соң 5 жұмыс күннің ішінде төлейді. Естеріңізге сала кетейік, жақын арада бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тұтынушыларына жаңа қызмет түрлерін көрсете бастайды. Яғни, зейнетақы төлемдерін қордың кеңсесіне келмей-ақ веб-сайт арқылы ресімдей аласыздар. Бұл кезде өтінішке электронды сандық қолтаңба арқылы қол қоятындарыңызды ұмытпаңыздар. Ел азаматтарына зейнетақы төлеуді алғаш рет 1889 жылы Германия канцлері Отто фон Бисмарк іске асырған. Ол ұрпақтар сабақтастығы қағидасына негізделген үйлестіруші зейнетақы жүйесі болатын. Яғни қартайған адамдарды жұмыс істейтін тұрғындардың төлемдері қамтамасыз етті. Қазіргі уақытта әлемде зейнетақы төлеудің аралас жүйесі кең тараған. Қазақстанда да дәл осы жүйе қолданылады. Сіздермен бірге болған Зейнет KZ бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Ақберген Жұмабаев. Қаржылық сауаттылық деңгейіңізді бізбен бірге көтеруге шақырамыз. Келесі кездескенше.